Моя мұны таксилерінде бір жұмот адамға негізінде ше бұл таксилердің барлығы. До конца апарып тастамайды ғой үйдің алдына дейін ше. Моя әдейі тастап кетеді. Мен бұған қаншама ақша беріп жатырмын? 2000 теңге ғой ше. Тіпті біздің қала деген өте ұзақ енді. Моя мен қазір ең бірінші үйіме бармай жатып, өзімнің магазиніме барып алайын. Магазинге барып бір тамақ ішіп алсам деп тұрмын да, тамақ ішіп алып бір қарны тойдырып алайық. Жителдер қалайсыңдар? Қалай жағдайларың? Жителдер қалай? Так, что там мына біз ет алайын ба, или басқа да заттарды алайын ба? Ойлану керек. Так, мына етті ала салайын, қойдың етін. Так, Нұрлан, қалай жағдайың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз, Олжас мырза? Менде бәрі жақсы, чотам сауда қалай жүріп жатыр, ақша қандай болып түсіп жатыр екен, ақшаны бір көріп жіберейін. Так, ақша нормально, бірақ мына жердегі тұрған ақшаларды мен кетер кезде алған болатым. Қалаға кетер кезде мен негізінде бір машина аламын ба деп барып едім жалпы, бірақ та әлі мен қалаға машиналар әлі шықпаған екен. Менің үйіме не болып жатыр өзі? Алмаз не болып кеткен ба? Полный Так, шын алмаздар ғой ше. Кім істеді екен? Так, сіздермен сөйлеспей қояйық бұлармен. Так, жителі сен істейін бұның барлығын не істеп жүрсің сен менің үйімде? Мен саған ішінде заттарға бірақ теспеттің сандықтың ішіндегі полный алмазды алып тастаған ғой мынау. Жител жаным арында айттың, сен істедің ба? Бұлардың барлығы мен істедім, өйткені мен сенің үйіңді сатып алдым ғой. Сен менің рұқсатымсыз менің үйімді қалай сатып алдың, қуасың ба? Мен рұқсат алып қойдым, құжат бойынша. Үйдің құжаттары бар өзімде, сыртта милициялар тұр, солармен сөйлесіп көрмеген десең. Не дейсің маған, Олжас? Жител сен қуа дегесің ғой, менің жалғыз ғана үйімді алып қойғаның нес? Үйлер жетіп тұр ғой ауылда, именно менің үйіме кеп жағаласып қалдың ба? Жител ебаный жизнь, ешек кигесі, что там? Так, кіммен сөйлесем мына жерде? Так, бастығы сен Демет, ассалаумағалейкум аға, менің үйімді рұқсатынсыз мына жител сатып алған екен. Енді бұл жағын енді қалай шешек болады жалпы айтқанда, бір айтып жүрсеңіз енді осынан. Жақсы. Бұл үйді кәдімгідей оның рұқсатымен сатып алды. Өйткені мемлекет бойынша бұл бізге көптеген ақша берді. Ақша беріп сатып алып жатырыз. Олайдан да үйді сатып алуға болады қазір үйді Майнкрафт әлемінде. Жарайды, бұл үйді өз қолмен соқтым ғой мен, бұл үйді өз қолмен соғып, қаншама ақшам кетті бұл үйге, менің рұқсатымсыз келе сал. Бұл қалай сатып алды бұл менің үйімді, түсінбедім. Қандай заң шығып кеткен біздің мемлекетте? Мен негізінде бұндай болмайды ғой, негіз полиция мырза, мынау менің қаншама ақшам кетті, қаншама еңбекмен соғылған. Мен негізінде бұлайнан болмайды ғой, негізі, жарайды, онда заңға қарсы шыға алмайды екенбіз. Онда неқта мен мен заттарым қайда жител? Сенің заттарыңды ламаға тастап жүрдім. Көтіңаш. Ұрмай мені. Көресің ғой әлші, ұрмақты өлтірем мен сені. Ойнап өйтам ба? Жайған әзіл ғой. Так, тез кетіп қойықшы мұна өрден, миыма ашып кет. Негізінде бұлайнан болмайды, қандай заң шықпай жатыр уже Майнкрафт әлемде деген. Болмайды, әділетсіздік. Мен бұл ауылдан кететін сияқтымын, бірақтан мен өзімнің бизнесім бар. Осы жерде енді Нұрланның бөлмесіне жата тұрам мен. Нұрланға енді бір 3-4 күндей өз үйінде жатады. Так, Нұрлан, мен саған бірдеңе айтайын деп едім. Айта беріңіз, Олжас мырза. Менің үйімде жител тартып алғайды. Сізге барлық үшін рұқсат. Сенің осы бөлмеңде тұрайын деп едім енді, бірақ басқа үй болмай тұрды. Жарайды, рахмет онда Нұрлан, саған өте қатты рахмет. Осындай сатушы, адал сатушы болғаныма қуаныштымын. Так, ал енді мен осы жерде телефон жұқлай тұрайын. Менше қайтсем де ана жителдің үйін тонайтын болам бүгінгі бөлімде, бүгінгі видеода тонайтын болам. Өйткені ол менің үйімді рұқсатсыз сатып алды, тартып алды деген сияқты. Сондықтан да мен оның үйін қайтсем де тонайын бүгін түнде. Енді қазір түнді күту керек, телефон сәл шықтай тұрайық. Так, достар, мен мына жерге өзімнің заттарымды дайындап қойған болатым.
Жедел, короче, мен бүгін қалаға кетемін, осыдан 2 күннен кейін келетін боламын. Сен менің үйіме қарай тұр, ол жастығы мәлі менің үйімді тартып алмасаң, тодан кетіп жүрмесін. Сондықтан да егер де жақсылап қарайтын болсаң, мен саған көп мөлшерде ақша беремін. Опа, достар, естігендеріңіздей, ана Жедел, короче, бір Жеделге айтады. Егер де менің үйіме жақсылап қарасаң, жақсы сөйлесе беріңдер, көп мөлшерде ақша берем дейді. Е-мое, сағат қанша? Ойбай, не көтті, түн болып отыр ма? Сағат таңғы 4 болып отыр ғой, сағат. Е-майды. Ема, Жеделдің үйін бізге тонау керек қой, ема. Бірақ ұйқы келіп отыр, бірақ ұйыға алмай, ана Жедел кеткен, әлге мен жары. Білген әлі ұйқым келіп отыр, тез беріп заттарымды алып алайын, енді тонайтын заттарым барлығын. Есікті көтірінен, ай-ой, кирканы, пышақты, маскамызды алып алайық. И болды, все болды, пышақ есейші керек болып қалар деген ғой. Короче, біреулер шабуыл жасап отырса, өлтірейін деп отырса, осы пышақпен қолданамын ғой, короче. Так, ал енді мынаның қай жерінен тесіп шығамыз, а? Блядь, әлі ұйқы келіп тұр, бірақ есігі, ой-ой, ана есігі жабық. Қолтап кеткен ана есігін. Так, қай жерінен барамыз, бірақ ема, мен сол Жедел түреген бүйт қашып кетейік сәл-сәл. Осы жерден қаза берейік, себебі болды нормально. Білейін, бәлі күрек ала салым керек еді, күрек алу керек еді. Если жаңа заттардың барлығы, көршінің заты, магазин қасында тұрған 4 бар емес па, соның 3-еуінен алғансың ғой. Так, короче, осынан тесейік, так, болды, нормально, кеп қойған сияқтымыз. Жерден тесеміз, так, еңғай сандықтың артынан шығыппыз. Так, жаңа жерді жауып қойық, мына жерде лава секілді ма деп қойымды. Так, енді плайнан қарай қаза берейік. Так, все, болды, келдік ал. О, жақсы. Так, мына ішіне ақшаларды. Охо, ақшаның барлығын алып көтіміз керек. Барлығын алып көтейік, ема. Бірақ та әлі ұйқы келіп отыр, ема. Ана тонап болған сен ұйқын жіберем ау деймін. Так, все, болды, қашамыз, тез қашамыз. Ема, тоқтай тұр, бізге шығу керек қана жақтан. Так, мынаны ашамыз. Так, қойдыр, мына компьютерін сындырып кетейік, компьютерді ноутбугын сындырып кетейік,ошым кетқанда. Есуе болды, ал енді. Так, ешкім көріп тұрған жоқ қоя. Все болды, ал енді мына жақты жауып қоямыз. Осылай жауамыз, осылай. И болды, ал енді сүйе қарай мен кетейік. Так, ема, тоқтай тұр. Не кет, ема, асты қарай түсем ғой мені. Все болған секілді, ал енді нам барын осылай жауып кетіп қылайық десіз. Үстіге мінеміз, ал енді үстіге түсек. Все болды, ал енді қашу керек бізге, тез қаш. Қоя тұрмында телефон ұстап алайық, палева ұстап қалмайық. Все болды, тез қашамыз, тез. Так, все, ема уже таң атып отыр қой, ема. Магазинге тез кіріп кетейік та, орнымызға жата қалайық, ештеңе болмағандай. Так, сағатты кейін көреміз. Так, есік жабамыз, все болды, бөлмемізге кіріп кетеміз. Ема, так, таң атып отыр далада. Кәдімгідей біраз байып қалғансың ғой, ема. Таң қараңдар, ема, потолок. Так, ана жерден алмазға айналдырып жіберейік таны. Так, все болды. Ема, потолоктан шкафқа сақ қояйық бүкіл ақшаны. Оны кейінірек ала жатамыз, бұл барлық ақшаны. Бол, мынаған өзіміз қалаған затымды алам. Опять будет. На, деп қуып кетсе, мынандай ақшаны мен алғаш рет ұстап тұрмын ғой. Бірақ потолокты компьютер кейін жұқлай жатармыз,